Материя барлық жерде. Біз оны жейміз, ішеміз. Біз онымен дем аламыз. Біз материядан тұрамыз. Ал бірақ материя деген не? Фундаментал бөлшектер физикасындағы материяның ең қарапайым анықтамасы бір ғажайып ережеге саяды. Паулидің тыйым салу принципі. Яғни электрондар ұқсас болғанда жек көреді. Неге екенін түсіну үшін мынаны ұмытпау керек. Барлық электрондар бірдей. Жай ғана ұқсас емес, олар абсолютті бірдей. Сол сияқты сіз кез келген уақытта, кез келген жерде 3 санын жаза аласыз, және ол дәл нақты 3 болып табылады. Қалауыңызша, 3-ті жасауға қолайлы, бүкіл әлемді қамтыған үштіктер мұхиты бар секілді. Электронда солай. Дүниені қамтыған электрондар мұхиты бар. Ол кванттық өріс деп аталады. Және әлемдегі әрбір электрон осы өрістен шыққан, және олардың бәрі айна қатесіз электрон. Сондықтан сіз әр демалған сайын кезінде Исада немесе Моцартта болған бірнеше электронды жұтасыз деу, есеп шығарған сайын Архимед қолданған 3 санын пайдаланасыз дегендей. Сондай-ақ, үштіктер мұхитынан -3-ті шақырта аласыз. Оның барлық қасиеттері үштікіндей, тек қарама-қарсы. Ол 3-пен кездесе, бұлар жойылады. Электрондар мұхитынан антиэлектронды алуға болады. Ол электронмен кездесе, бірін-бірі жояды. Барлық электрондардың абсолютті бірдейлігін ескерсек, олардың ұқсастықты жек көретіні қызық. Электрондардың ұқсастықты жек көретіні сонша, әлемге олардың екеуін немесе одан көбін бір кванттық күйге жинауға тыйым салынған. Бұл қағида Паули принципі деп аталады. Іс жүзінде бұл бір жерге тым көп материя жинай алмайсыз деген сөз. Бір қабаттан жоғары үй салуға тыйым салынған қала сияқты. Көк тіреген зәулімдердің орнына жатаған үйлер созылып жатыр. Сонымен, ең іргелі деңгейде материя жай ғана кез келген өріс. Мысалы, электрон, кварк немесе нейтрино. Сіз бұл өрістен бөлшектер мен антибөлшектерді шығара аласыз, бірақ әр нүктеде тек біреуін ғана. Яғни, сөзбе-сөз, материя ғарышта алып тұрғанның барлығы, Walmart сияқты. Постскриптум. Бұл видеода масса туралы айтпадым. Себебі масса материя емес, тіпті оның анықтаушы белгісі де емес. Бірақ бұл туралы толығырақ кейін.